Кайрылуу күн баршага казакча форматтагы Travorim компаниясынын презентациясына кош келдиңиздер. Алдымен өзүмдү тааныштыра кетейин. Исмим Луиза Жанбек кызы, Алматы каласынан боламын. Travorim компаниясынын тәуелсиз сериктеси болуп келем. Экран менен бөлүшсөйүн. Travorim менен бирге өмүрүңдү өзгерт. Бүгүнкү алып аткан такырыбыбыз. Саяхат деген сөз барлыктарыңызга тааныш, әрине тааныш деп ойлаймын. Саяхат деген кезде барлығымыздың көз алдымызға әлемді тану, басқа бір жерлерді көру, шетелге шығу деген сияқты бір суреттер елестей бастайды, иә. Саяхат дегеніміз ол тек қана жаңа жерді көру, шетелге шығу ғана емес. Саяхат дегеніміз ол біздің өзіміздің өмірімізді өзгерту. Саяхат дегеніміз өз өмірімізді тану, өзіміздің жақсы қырларымызды ашу, көп деген инсайттар алу дегенді білдіреді. Ендеше, осы саяхаттайтын қазіргі заманда бірнеше әдіс тәсілдердің бар екенін өздеріңіз білесіздер, иә. Осы Travorim компаниясы саяхат жасаудың бірден бір құралы десем қателеспеймін. Ендеше, Travorim компаниясының мүмкіндіктерін, біршама тарихын айта кетейін. Travorim компаниясы 2013 жылдың наурыз айында ақш-та бастау алған болатын. 2019 жылы саяхатшылардың жабық клубына айналды. Яғни жабық клуб дегенді мен былайша түсіндіріп кетейін. Жабық клуб дегеніміз, мысалы, Booking сайт, Expedia сайттар бар ғой бірнеше, олар ашық сайттар, ашық түрде саяхат жасай алатын, бронь жасайтын ашық түрдегі сайттар. Ал бізде жабық клуб болып есептелінеді. Көп адамдарға кіре алмайды, бұған кіру үшін арнайы тіркелім жасау керек болады, иә. Және де Travorim компаниясының 2024 жылы біздің Қазақстанда ресми түрде тіркелген болатын. Қазіргі таңда 3 басты кеңсесін атап өтуге болады. Бірі, ең бастысы, Калифорния Темекула қаласында болса, екінші Испания Мадрид қаласында, үшінші өзіміздің Қазақстанның Алматы қаласында. Travorim компаниясы қазіргі таңда ең мықты компания деп айтсам, мен қателеспеймін. Неліктен мықты компания? Білесіздер ме? Өйткені көптеген компаниялар әрине бұндай саяхат жасайтын болсын, қандай болса да қазіргі таңда өте көп, саяхаттайтын, өте көп. Бірақ 1-2 жылдық қана тарихы болса, 2-3 жылдық қана тарихы болатын болса, ол компания әрине сенімсіз болып келетін еді. Ал Travorim компаниясының ең құрылуы, неге жаңа айтып өткендей, 2013 жыл. Сонау 2013 жылдан бастап құрылған екен. Демек, бұл компания біраз сынақтардан өткен, біраз тексерістерден өткен. Көптеген компания тексерістерге шыдамай жоғалып кетіп жатады, мынау біздің рыноктан дейікші, жоғалып кетіп жатады. Ал бізде Travorim компаниясы бар бола береді. Неге? Алдарыңызда тұрған Дэвид Харт және Адела Харт Travorim компаниясының басшылары болып саналады. Travorim компаниясының бірнеше қызметтерін атап өтуге болады, кешіріңіздер. Мінекей алдарыңызда тұрған қонақ үйлер, ең бастапқысы, және курорттар, круиздар, автокөлікті жалға алу, саябақтар, турлар, белсенді демалыс, ойын-сауықтар. Демек, Travorim компаниясында тек қана саяхат, тек қана қонақ үйлер ғана емес, яғни бұл жерде круиз да жасауға болады, керемет бір кемемен де жасауға болады. Оны да теңіздің үстінде, оны да жасауға болады. Шетелге шығып жатсаңыздар, автокөлікті де жалға алуға болады. Осы Travorim компаниясы арқылы курорттарға да баруға болады, саябақтарға, керемет демалыстар да жасауға болады, турлар, белсенді демалыста, ойын-сауықтар да жасауға болады екен.
Демек, травориум дегеніміз не? Және оның артықшылықтары қандай, иә? Травориум компаниясының артықшылығы ең бастапқысы компаниядағы туристік серіктестік. Біз, яғни партнерлары травориум компаниясына тіркелген жандардың барлығы серіктес болып есептелінеді. Әр қайсысы бір турагент болып есептелінеді. Демек, әр қайсымыз өзімізше саяхатымызды жоспарлай аламыз, саяхатымызды ұйымдастырып жасай аламыз, осы травориум компаниясы арқылы. Және де бұл жерде туристік ұпайларды жинақтап, ұпайлар арқылы саяхат жасауға болады. Ұпайлармен төлем жасап, яғни саяхатымызға пайдалануға болады. Және 60%-ға дейін, 70, кейде одан да көп 80%-ға дейін жеңілдіктер бар. Травориум компаниясында үнемдеуге болады, демек, қаражатымызды, және де 3% кэшбэк ретінде оны қайтаруға болады. Оны да пайдалануға болады. Және бизнес жасау мүмкіндігі. Егер травориум компаниясының бизнес ретінде қарастыратын болса, бизнес жасауға да болады. Ал егер бизнес ретінде қарастырмайтын болса, тек қана саяхат жасап, өзімізді өзгертіп, жаңағындай, оны да пайдалануға болады. Керегімізді де пайдалануға болады. Бірнеше платформаларын атауға болады. Ең бастапқы, мінекей қарап отырсаңыздар, туристік сайт, travel сайт, одан кейін Getaways, демалыс платформасы, әлемдік саяхаттар, World Tours платформасы, және бізге бір бонус ретінде, сый-сияпат ретінде берілетін демалыс платформасы, яғни бұл жерде салығын ғана төленеді, өзіміз төлейміз, қалғанның барлығы компанияның атынан. Бұл сый-сияпаты компанияның. Туристік сайт, мінекей өздеріңіз көріп отқандай, бұл платформалар сізге саяхат жасауға мүмкіндік береді екен. Алғашқысы, жаңа айтқандай, туристік сайт, travel сайт. Бұл жерде басқа да турагенттерден тиімді тарифтер, яғни басқа турагенттерден деп тұрғаным, Booking сайт, Expedia, Priceline, енді бізде Қазақстанда көбісі Booking сайтты пайдаланамыз, солай емес пе? Яғни Booking сайтпен салыстырмалы түрде қараған кезде, бізде туристік сайт арқылы, осы платформа арқылы анағұрлым жеңілдірек, яғни өз қаражатымызды үнемдеуге болады. Және де 50-70%-ға дейінгі жеңілдіктер. 3 миллионнан астам қонақ үйлер бар бұл жерде. Және travel сайт, жаңағындай travel сайт және бөлшек сауда бағалары дейді, яғни біздің салыстырмалы түрде салыстырғанда travel сайттың бағасы, жаңағы айтқандай, орысша айтқанда со скидкой дейді ғой, жеңілдірек, үнемдеуге болады. 3% шығынды қайтаруға болады. Адалдық ұпайлары, жаңа тағы да айтып кеткем, кэшбэк ретінде 3%-ын өзімізге қайтаруға болады. Мәселен, қонақ үйді бронь жасадық па, оның 3%-ын осы travel сайт арқылы 3%-ын өзімізге қайтарып, олар жинақтала келе, онымен де төлеуге болады. Және осы travel сайтта бірнеше бөлімдерін атап өтуге болады. Қонақ үйлер бар, автокөлікті жалға алу, круиздер, белсенді демалыс, ойын сауықтар. Мәселен, біз travel сайт арқылы қонақ үйді жеңілдікке алып, демалдық дейік, бір жаққа барып. Бұл жерде Қазақстаннан да бар қонақ үйлері, бұл жерде шетелдің да қонақ үйлері бар, өзіміздің Буравайда да қонақ үйлер бар. Осы travel сайт арқылы бронь жасауға болады. Яғни, демек, қазір мен шетелді айтайын, мысалға, шетелге шықтық, Дубайға, Таиландқа, Францияға бір жерге шықтық, осы travel сайт арқылы, бронь жасап, қонақ үйге демалып жатырмыз, ал бізге автокөлік керек болды, осы travel сайт арқылы жеңілдікпен автокөлікті жалға алуға болады. Және де шетелге шықсақ, мысалы, бала шағамызбен шықсақ, өзіміз шықсақ та, бір ойын сауықтарын көргіміз келеді, белсенді демалыстарын жасағымыз келеді, ойын сауықтар, Диснейленд болса, мысалы, сондайға апарғымыз келеді бала шағамызды, оны да көру керек дейміз, мысалы. Және
Дубайға да бірнеше ойын сауықтар бар. Осы Travel Site платформасы арқылы кіріп, жалға алып, жаңа жалда бронь жасап, ойын сауықтарды да жеңілдікпен барып қатысуға болады. Ол бір жаңа мерекені өткізуге болады. Және мінекей тағы да бір бөлімі круиз жасауға да болады екен. Яғни теңіздің үстінде тек қана қонақ үйде, жағажайда ғана емес, теңіздің үстінде де демалып, круиз жасап, осы туристік сайт арқылы жеңілдікпен баруға болады. Осындай ерекшелігін атап өткім келіп отыр. Келесі платформа бізде Getaways платформасы, яғни арманымыздағы платформа деп айтсақ болады, иә. Бұл жердің ерекшелігі, бұл платформаның ерекшелігі қандай? Бұл жерде резорттар, апартаменты деп жатамыз, иә, орысша айтқанда, вилла, коттедждер, көп бөлмелі қонақ үйлер, яғни көп бөлмелі дегенде ас үйі бар, кухня студиясы бар, яғни бөлмелері бар қонақ үйлер де жатады екен, иә. Мәселен, мінекей мысал ретінде, мысал ретінде тұр, қарасаңыздар, Канар аралына, Испанияға, 8 күн 7 түн осы Getaways платформасы арқылы бронь жасайтын болсаңыздар, оның негізгі бағасы 899 болатын болса, біз оны жинаған ұпайларымызбен төлем жасап, қалтамыздан салық ретінде небәрі 7 ғана доллар төлем жасайды екенбіз. Демек, қалтамыздан шығатын 7 доллар, қалғанын біз жинаған ұпайларымызбен төлем жасаймыз. Мінекей бұл жерде ұпай жинау процесі тағы да бар, Бізде ұпай жинағанның өте бір үлкен бір кереметі бар, оны сәл кейінірек айтамын, тиімді өте. Және де, мінекей қарасаңыздар, Мексика, Кабо Сан-Лукас, бұл жерде 8 күн 7 түн, негізгі бағасы 1299 болатын болса, оны ұпайға айналдырып, ұпаймен төлеп, қалтамыздан 149 ғана доллар төлейді екенбіз. Және де мына жерде Орландо, Флорида, о жерге де оған да 142 доллар ғана қалтамыздан төлем жасап, керемет демалыс жасауға болады. Осындай, және де осы Getaways платформасы арқылы қазіргі таңда серіктестеріміз, демалып қыдырып жүрген серіктестеріміз өте көп. Яғни, мысалы, дос-жарандар болатын болса, үлкен бір отбасы болатын болса, атасы, әжесі және бала шағасы бар, мысалы, осы жерден бір ғана нені бронь жасап, бір ғана қалаға, мысалы, бір орынға бронь жасап, жаңағы көп топ адам болып баруға болады. Ерекшелігі осында. Көп болып жиналып, 10 шақты адам болып, бір орында демалуға болады. Сондай бір керемет, бір ерекшелігін. Қазіргі таңда енді тренд бар ғой, бір жаққа топ болып барып, жора жолдастар, достар, құрбылар, бір мерекені өткізіп жатады, Осы Getaways платформасы арқылы өткізуге болады. Және ол үнемдеуге болады, тиімді бізге. Мінекей, енді келесі платформада әлемдік саяхаттар, World Tours платформасы. Бұл платформаның ерекшелігі, бұл жерде дайын турлар. Жаңағы Getaways платформасында апартамент, резорттар, вилла деп айтатын болсақ, көп бөлмелі қонақ үй деп. Ал бұл жерде дайын турлар, бізге белгілі бір дайын турларды дайындап берген. Яғни баратын күні белгілі, қайтатын күні белгілі, кәдімгі бір арнайы турларды бізге дайындап берген. Сол турлардан өзіміздің саяхатымызға сәйкестендіріп баруға болады, Яғни бұл жерде де ұпаймен төлеу процесі бар. Мінекей, мысал айтқанда, Дубайға негізгі бағасы 902 доллар болатын болса, оны ұпайға айналдырып, ұпай арқылы төлем жасап, қалтамыздан 49 ғана долларменен салық ретінде төлем жасауға болады. Қалтамыздан шығатын ақшамыз сонда 49 доллар ғана небәрі. Осы турға мен өзімнің отбасыммен барған болатынмын, осы 49 ғана доллар төлем жасап. Мінекей, қарап отырсаңыздар, керемет, және Испанияға да солай баруға болады, Таиландқа да, мінекей. Осындай турлар белгілі, мінекей. Әр күндері әр түрлі. Мына жерде Дубайға 6 күн 7 түн деп тұрса, мына жерде Таиландқа 5 күн 4 күн, яғни турлардың баратын күні уақыты әр түрлі. Соған байланыстырып барып, өзіміздің демалысымызға сәйкестендіріп баруға болады. Таиландқа қалтамыздан 129 доллар ғана шығады екен. Қараңыздаршы, бұған да біз барған жолдасым екеуміз осы турға да барып керемет демалыс жасаған болатынбыз. Және қосымша осы турға бара жатқан кезде біз
Малайзия арқылы бардық, Куала-Лумпур арқылы. Және сол жерде біз тағы да бір 5-6 күнді қосып алдық. Ол жерге біз жаңағы travel сайт платформасы арқылы бронь жасап, сол жерде ол тура жаңағы travel сайт платформасы арқылы да демалған болатынбыз. Және жаңа Малайзияда, иә, сонда біз екі платформаны пайдаланып тұрмыз. Бір турға бара жатқан кезде, мысалы Таиландқа осы турды сатып жаңа алдық, және travel сайт платформасы арқылы Малайзияға демалдық, содан кейін World Tours платформасы арқылы Таиландқа демалған болатынбыз. Келесі, мінекей қараңыздар, осындай керемет мүмкіндіктерді пайдалану үшін енді не істеу керек деген сұрақ туындап тұрған шығар көкейлеріңізде, иә? Ал енді қалай саяхаттаймыз, ол байларды қалай жинақтаймыз, қалай демаламыз, қалай пайдаланамыз деген сияқты басымызда бірнеше сұрақтар туындайды, иә? Яғни, ол үшін саяхатшылардың жабық клубының мүшесі атануымыз керек. Яғни Travelling компаниясының тәуелсіз серіктесі болуыңыз шарт, өз пакетіңіздің бірін таңдап тіркелуіңіз шарт. Қандай пакеттер дейтін болсаңыздар, мінекей алдарыңызда тұрған 3 пакетті бізге Travelling компаниясы ұсынып отыр. Қазіргі таңда осы бар болғаны 3 пакет. Осы 3 пакеттің бірін таңдауымыз қажет. Алғашқысы мінекей күміс пакеті, сильвер пакет, иә, оның бір-ақ рет қана тіркелген кезде $69.95 төлейді. Ішінде тек қана travel сайт платформасы ғана бар, иә. Оның өзінде 50%-дан аспайды жеңілдіктері. Мінекей қарап отырсаңыздар, ай сайын $50 абонемент төлейді екен, бірақ бұл жерде бізге ұпай берілмейді. Сондықтан да бұл пакетті біз тиімді пакет деп қарастыра қоймаймыз. Көбінесе бұл пакетті мен өзім ұсына қоймаймын, көп серіктестер де ұсына қоймайды. Екіншісі титан пакеті, яғни титаниум. Бұл жерде бір рет қана тіркелген кезде $149.95 төлем жасайсыз. Бір-ақ рет қана төлем жасайсыз, иә. Бұның ішінде барлық платформалар бар. Ай сайын $75-дан абонемент төлеп отырасыз, және сізге 150 саяхаттайтын ұпай береді, иә. Енді бұл абонемент дегенді қалай түсінесіз? Абонемент дегеніміз, мысалы, біз ұялы телефонымызға да ай сайын абонемент тіркеліп төлеп отырамыз, иә. Оған бізге байланыс береді, иә, интернет береді. Және немесе фитнес-клубтарда да біз абонемент төлеп, мысалы, мен өзім 30 мыңға абонемент жаңағы бару құқын сатып алам, иә, мысалы, оған маған 15 рет баруға рұқсат беріледі. Сол сияқты бұл жерде де абонемент төлеп отырамыз. Бірақ титан пакетінде көбінесе біз тиімді пакетке жатқыза қоймаймыз, өйткені бұл жерде кішкене сәл 50% жеңілдіктер бар, және жылына бір-ақ рет қана демалатын мүмкіндік бар. Бірақ бұны да пайдалануға болады. Және ең мінекей керемет пакет, мен өзім VIP пакет деп айтамын, платина пакетін. Мен өзім платина пакетін ұсынар едім. Осы пакет ең керемет, және де мүмкіндіктері зор пакет, иә. Бір-ақ рет қана тіркелген кезде $269.95 төлем жасайсыз, яғни сізге мына Travelling компаниясы жабық клуб деп айттым ғой, иә, тіркеліп сізге ашылу керек, иә, ашылады сол кезде, тіркелген кезде. Және бұл жерде тиімді бағалар бар, 80%-ға дейін жеңілдіктер бар, яғни үнемдеуге болады, жақсы үнемдеуге болады, иә. Және бұл жерде бізге бонус ретінде сый-сияпат береді. Бір рет қонақ үйге демалу сый-сияпаты бонус ретінде береді. Оны да пайдалануға, бір жылдың ішінде жаңа пайдалануға болады. Ол өзіміз қалтамыздан жаңа әр қонақ үйдің өзінің салығы бар ғой, сол салықты ғана төлейміз, ал қалғанның барлығы жаңағы Travelling компаниясынан, сый-сияпаты компанияның осы пакетке тіркелгеніміз үшін. Және де бұл жерде де абонемент бар, яғни тіркелген пакеттің ішінде қарап отырсаңыздар, сол тіркелген кезде 270 саяхаттайтын ұпай кіреді. Енді келесі айдан бастап ұпайларды қалай жинақтаймыз дейсіз ғой. Келесі айдан бастап бізде ұпай жинау процесі басталады, иә. Яғни келесі айдан бастап біз $135-дан абонемент төлеп отырамыз. Абонплата деп жатады, иә, абонемент төлейміз, $135 төлейміз. Бізге компания 270 саяхаттайтын ұпай береді. Travel ball деп айтады, иә, points деп жатады, иә. Яғни ұпай береді. Келесі айда тағысын солай, келесі айда тағысын солай. Яғни
Бұл клиент болу деген сөз. Яғни бұның клиент болудың пайдасы, сіз ешкімге қарыз емессіз, сіз бұл кредит емес, ешқандай барып келіп демалып келіп керемет энергия жинақтап, одан кейін 2 жыл жаңағы қарызыңызды, кредитіңізді жаппайсыз бұл жерде, иә. Барғанға дейін абонементіңізді төлеп жүресіз. Иә, төлеп жүресіз, сізге ұпайларды жинақтай береді компания. Ұпайларыңыз жарты жылда кәдімгідей жинақталып қалады. Жарты жылдан кейін ұпайларыңызбен төлем жасап, демалуға болады. Бұл жерде жаңа тиімділігін айтып өттім, иә, ешкімге қарыз емессіз, ешқандай кредит емес, адамда жинамайсыз. Ол солай да өзіңіздің саяхатыңыз үшін асықпай, ұпай жинап, солай абонемент төлеп, саяхатыңызға, демалысыңызға барып келсеңіз болады. Және серіктестік құру деген тағы да бар, иә. Бұл компанияда әр қайсымыз кірген кезде серіктес болғымыз келеді, иә. Серіктестік құру үшін не істеу керек? Жылына бір-ақ рет қана $99 да $95, енді $100 дейікші, иә, төлем жасаймыз. Ол серіктестік құрған кезде сізге өзіңіздің жеке кабинетіңіз ашылады. Жылына бір-ақ рет қана төлем жасайсыз, болды, бар болғаны. Сіз, яғни сізге тікелей жаңағы ақштан тікелей өздерінің қызметкерлері қызмет жасап отырады, сізбен тікелей байланыста отырады. Сіздің өзіңіздің бэк-офисіңіз, кабинетіңіз, жеке кабинетіңіз ашылады. Ол кабинетте барлық маркетингтік видеолар бар, оқулар, сабақтар бар, дайын бизнес. Яғни сіз ештеңені ойдан шығарып қажеті жоқ. Ойдан шығарып бірдеңені ойлап қажеті жоқ. Яғни демек бұл жерде дайын бизнес, под ключ деп жатамыз ғой, орысша айтқанда, иә. Яғни дайын бизнес, соны ары қарай жасап кетсеңіздер болады, иә. Және де бұл кабинетте тек қана бизнес қана емес, сіздің жаңағы айтқан платформалардың барлығы бар. Саяхатыңыз, сіз бронь жасаған кезде, ол бронь жасаған демалысыңызды да көріп отырасыз. Барлығы айна сияқты көрініп тұрады, өзіңізге көрініп тұрады. Ол кабинетіңізге сізден басқа ешкім кіре алмайды, тек қана доступ өзіңізге ғана, өзіңіз ғана кіре аласыз, иә. Және бұл жердің ерекшелігі тұлғалық өсу бар. Яғни Travorim компаниясында Travorim университеті деген бар. Керемет статусты жасап тастаған майталмандары деп айтсақ болады, амбассадорлар. Яғни ол кісілер өзінің жүріп өткен жолымен бөліседі. Сабақтарын қалай жетістікке жетуге болады, қалай өзіңді өсіруге болады, қалай тұлғалық өсуге болады деген сияқты, қандай ол үшін не жасау керек, қандай мақсаттар құру керек, қалай қадам жасау керек деген сияқты біраз сабақтар жиынтығы бар. Осы кабинетіңізде сол кісілердің, серіктестердің, үлкен жаңа қадамдар жасап тастаған серіктестердің сабақтарына кіріп, керемет сабақтарын үйреніп, үлгі де алуға болады. Сол кезде өзіңіз де өсесіз, ол кісілердің жасағанын қайталап, иә. Енді мінекей қараңыздар, ары қарай жаңағы компанияда бизнес жасау жоспары да бар. Енді жаңағы платина пакетіне қайтадан мен оралайын деп тұрмын, иә. Платина пакетіне мен жаңа айттым, иә, тіркелдіңіз, $269 да $95 тіркелдіңіз, иә, бастапқыда. Енді ол жерде мен жаңа айтқан болатынмын, ай сайын абонемент төлеу керек болады, ұпайлар жинақтау үшін дедім, иә. Ұпайларды сізге компания сол кезде жинақтап беріп отырады, иә. Сіз төлем жасайсыз, жаңағы абонемент төлейсіз, сізге ұпай береді, иә. 270 travel балды береді деп айттым, иә. Енді қараңыз, бұл жерде тегін мүшелік алуға да болатын мүмкіндік бар екен. Яғни ұпайларды сіз өзіңіз қалтаңыздан жинақтап емес, демек компания жинақтап та беретін мүмкіндік бар екен. Қаласаңыз, олай да жасауға болады деген сөз, иә. Демек, сіз өзіңіз тіркелгеннен кейін, осы ақпаратпен өзіңізден кейін 3 жақын адамыңызбен бөлісесіз. Яғни өзіңізден кейін 3 серіктесті компанияға алып келесіз. Мінекей қарап отырсаңыздар, мынау қызылдағы сіз дейтін болсақ, 3 адам сіздің жақыныңыз деуге болады, иә. Серіктестер, өзіңізден кейін 3 адам тіркелді. Тіркелгеннен кейін компания, 3-ші адам тіркелгеннен кейін компания сізге күн сайын $445 төлем жасап отырады. Күн сайын төлеп отырады. $445. $445 бір айда $135 құрайды. Бір айда 30-31 күн бар дейтін болсақ, шамамен $135 құрайды, иә. Сол $135 компания алады да сізге 270 travel балды береді. Жаңағы travel ұпайларды жинақтап өзі береді. Келесі айда тағы солай $445 тоқтаусыз жүріп жатады. Айына $135 болады. Сол $135 алады да сізге 270 travel ұпайды береді. Осы
процесс қайталана береді, ұпайларыңызды осылайша тегін жинақтала бересіз. Енді мынандай сұрақ туындайды, иә, адамды мен ай сайын қосып отыруым керек па деген сияқты сұрақ туындайды. Жоқ, үш адамды ай сайын қосып отырмайсыз. Бастапқыдағы қосқан тіркеген адамыңыз, жақындарыңыз үш адам, иә, үш серіктесіңіз белсенділік таныса болғаны. Өзіңіз сияқты, иә, демек, өзіңіз сияқты ол кісілерде үш адам тіркесе, ол кісілерде мінекей тегін мүшелік алады. Және үш адамнан бастап сізде тегін мүшелік аласыз. Тегінге, яғни компания ұпайларды өзі жинақтап береді. Яғни ұпайлар сізге тегін келді деген сөз, иә. Және осыдан бастап сіздің статусыңыз, дәрежеңіз өседі. Платина директоры деген керемет статусқа өсесіз. Ең алғашқы деңгей деп айтуға болады, иә. Және мен даусым естіліп тұр ғой, иә. Және мына жерде компанияның бизнес жоспары жаңа тағы да бар, айттым, иә. Егер сіздің ойыңыз, сіздің жоспарыңыз егерде тек қана саяхаттау ғана болатын болса, жаңағымен аяқталады. Жаңағы айтқан жерге дейін, мысалы, үш адамды тіркедіңіз, сіз тегінге шықтыңыз, иә, соныменен жүре берсеңіз болады. Әрі қарай сол дәрежеде жүре берсеңіз болады. Иә, тегін мүшелік алып, солай тегін ұпайларыңызды жинақтап, тегін саяхат жасап жүре берсеңіз болады. Ал егер ешкімді кіргізім келмейді дейтін болсаңыз, жаңа бастапқыда айтқан клиент болып та өзіңіз жинақтауға да болады, иә. Енді егер сіздің мақсатыңыз бизнес жасау керек болатын болса, сіздің мақсатыңыз тек қана саяхат емес, саяхаттап жүріп бизнес жасағыңыз келетін болса, табыс деген енді кімге артық, иә. Кімнің қалтасын тесіп кетеді ақша, мысалы, ақша деген, табыс деген барлығымызға да керек деп ойлаймын. Егер бизнес жасау ондай да мақсатыңыз болса, мінекей, компания оған да ашылады. Яғни бизнес жасауға да мүмкіндік береді. Саяхаттап қана жүруге болады, иә. Ал бизнес жасаймын десеңіз, мынандай мүмкіндік беріп отыр. Келесі деңгей бір жұлдызды директор. Келесі деңгей сізде компания сізге $10 күн сайын, бір жұлдыз директор болсаңыз, күн сайын $10 түсіп отырады. Сіздің айлығыңыз, иә, айлығыңыз айына $300-700 көлемінде табыс көзіңіз өседі. Екі жұлдыз директорде күн сайын $25 түседі, айына $750-2000 сізге табыс көзіңіз өсіп тұрады. Үш жұлдызды директор тұсында $70 күн сайын түсіп отырады сіздің табысыңызға көбейтіліп, иә. Енді айына $2100-3000 табыс көзіңіз өсіп отырады. Төрт жұлдыз директор тұсында күн сайын табатын ақшаңыз $100 болатын болса, айына 3100-4000 көлемінде табыс көзіңіз өседі екен. Мінекей мына жерде қарап отырсаңыздар, схемасы осы бизнестің, иә, өзіңізде жаңағы қандай личныйыңыз болу керек, яғни ПП деген, мына жерде персональный, өзіңіздің партнеріңіз, жеке партнеріңіз, мінекей оң жақ, сол жақ, мінекей мынандай схеманы скрин жасап алсаңыздар болады. Мен уақытты созбай ақ қояйын. Және амбассадор деген, мына жерде қызылмен жазылған, көріп отқан боларсыздар. Сіздің жеке адамыңыз өзіңіздің 9-ақ болса болады. Қалғаны мына 188-188 ол толық командаңыздан құралған адамдар. Күн сайын сізге компания $140 береді, айына 4340, 10.000 көлемінде осындай керемет табыс көзіңіз өседі. Жылына $80.000, $100.000 сияқты табыс көзіңіз үлкейеді екен. Амбассадорлардың енді өмір салты тіпті ерекше. Амбассадор статусына жеткен адамдардың барлығы оны мойындайды деп ойлаймын. Амбассадорда жаңа айттым, күн сайын $140 береді, айына 4200-2000 долларлық осындай табыс көзіне шығасыз шамамен, иә, осындай. Және де амбассадор болған кезде сізді Луи Виттонның керемет дүкеніне алып барады, бренд Луи Виттон, иә. Одан өзіңіздің қалауын таңдап аласыз, $3000 сертификатын береді сіздің қолыңызға, өзіңізге керегіңізді аласыз. Және де жылына бір рет демалыс керемет ұйымдастырып береді, оны қазір айтатын болам. Және де 3 жұлдызды амбассадор тұсында керемет қолыңызға сағат тағып береді. Ер азаматтарға, әйел азаматтарға нәзігін осындай керемет сағат тағып береді. Осындай керемет демалыстар, сый-сияпаттарын айтуға болады, иә. Мінекей қарап отырсаңыздар, тағы да скрин жасап алыңыздар. Қазіргі таңда Қазақстанда 3 жұлдызды амбассадорларымыз да бар, иә. Мінекей қарасаңыздар, қаншалықты табыс көзін көріп отырсыздар.
Және жаңағы айтып өткендей амбассадорларға жылына бір рет компания есебінен керемет демалысты сыйға тартады екен, иә, амбассадор статусындағы серіктестерге. Оған ұшағы да кіреді, екі адамға ұшағы да кіреді, экскурсиялары да бар, ойын сауықтары барлығы кіреді, қалтамызға жаңағы қосып береді сый сияпатымыз, иә. Біз енді қараша айында осы 2025 жылы күзде осы Пхукет қаласына, Таиландқа барған болатынбыз. Жолдасым екеуміз отель Хаят Редженси, керемет отельде демалды. Қалтамызға $2,500 салып берді, ұшағымызды төлеп берді, 3 мезгіл тамағымызды барлығын төлеп берді. Қонақ үйімізді барлығын өздері көтерген болатын. Керемет демалысты бізге осылай сый сияпат ретінде сыйлыққа тартқан болатын. Мінекей, мен енді өз көзіммен көрген ретінде айтып отырмын, басқа адамның дәрежесінде емес. Және де Луи Виттонның керемет брендінен сыйлық. Мына жерде шетінде мен тұрмын, мінекей, жолдасым екеуміз осындай қолымызға $3,000 сертификатын беріп, және мынандай керемет сыйлықтарын алған болатынбыз. Осындай сый сияпатқа барлықтарыңыз да лайықсыздар. Яғни қазіргі таңда жыл сайын, тіпті ай сайын біздің жаңа серіктестеріміз өсіп келе жатыр, саны артып келе жатыр. Қазіргі таңда тіпті кейбір кезде, мен сіздерге айтайын, бастапқыда кіріп, кейбір кезде байқамай шығып кеткен серіктестеріміз де бар, иә, ұмытып кетіп төлеуді деген сияқты, иә, ондай да серіктестеріміз болған. Бірақ қайтып жарты жылдан кейін бұл жерде қайтып айналып келуге болады. Көп серіктестеріміз қазіргі таңда қайтадан айналып келіп, қайтадан тіркеліп жатыр. Қазір мынау Travorим компаниясының кереметін ол кісілерде біраз серіктестер енді ұғып жатыр да, қазір мынандай мүмкіндіктерді шынымен де салыстырмалы түрде Booking сайтпен, басқа да сайттармен салыстырған кезде бізде Travorим компаниясының бағасы өте бір керемет үнемдеуге болады. Қалтамызды үнемдеп, әсіресе көп балалы отбасына, иә, менің өзімнің 5 қызым бар, иә, 5 қыздың анасы ретінде айтайын, шынымен де Travorим компаниясы арқылы саяхаттау өте бір шынымен үнемдеуге болады қаражатымызды, және балаларды саяхатқа шығаруға болады, демалдыруға болады. Егер Travorим компаниясы болмаса, шынымен 5 баланы саяхаттай қыдырту деген ол қалтамыз көтермеуі де мүмкін, иә. Ал енді Travorим компаниясы арқылы біз қазіргі таңда бала шағамызды Дубайға да, Таиландқа да демалдырып апарып жүрміз, иә, Аллаға шүкір деп айтайын. Енді шынымен мен енді айтып отырмын, үнемдеуге болады, қаражатымызды үнемдеп, жаңағындай тиімді жерлері өте көп деп айтуға болады. Саяхат деген бұл бір қазіргі таңда керемет бір, орысша айтқанда роскошь дейді, ондай емес, бір байлықтың белгісі емес саяхат деген. Қазір көп адам саяхаттайды, иә, мысалы, саяхат ол шешім қабылдаудың белгісі деп айтар едім, яғни шешім қабылдау, өзіміздің өмірімізді өзгертуге деген шешім қабылдау. Жаңа бастапқыда айтқан болатыным, иә, саяхат жасаған адамның дүние танымы кеңейеді, өзінің өмірін өзгертеді. Ол тек қана жаңа жерді көріп, жаңа қаланы тану ғана емес, саяхат жасаған адамның толығымен 360 градусқа өмірі өзгереді, өзін таниды, өзінің мынау дарындары, қасиеттері ашылады. Мысалы, өзін жоғалтып алған адам болатын болса, бір саяхаттап келіңізші, шыныменен де өмірі қалай өзгергенін білмеймін, бір ғажайып бір нәрсе болады. Әйтеуір адамның өмірі шыныменен де өзгере бастайды, иә. Өзгеріп, демалып келген кезде бүкіл мынау миының бүкіл жүйкесі демалып, бүкіл жолы ашыла бастайды. Саяхаттың ең бір керемет құдіреті деп айтайыншы, иә, саяхат жасағанның. Сондай бір, мінекей, қазіргі таңда керемет, жаңа бастапқыда айтқан әдіс тәсілдер өте көп. Ал енді менің айтып отырғаным, мынау Travorим компаниясы өте бір тиімді, саяхат жасаудың тиімді құралы деп айтуға болады, иә. Travorим компаниясы арқылы өзіңіздің өміріңізді өзгертіп, өзіңіздің жаңа нұсқаңызға жетіңіз деп тілектеспін. Мен енді қазіргі таңда отбасымды да, бала шағамды да шығарып жүрмін. Балалардың небір қасиеттері ашылып жатыр осы саяхатқа шыққаннан бері. Ағылшын тіліне деген құмарлары ашылып келе жатыр, иә, ағылшын тілін одан сайын білгісі келіп келе жатыр. Мынау мақсаттар құрып келе жатыр, армандар құрып, олардың көзқарасы өмірге деген басқаша, бізге деген көзқарасы, ата-анаға деген құрметі басқаша. Осының барлығы мынау саяхаттың арқасы деп айтсам болады. Яғни өміріңізді мынау керемет бір жұмыспенен, еркіндікпенен екеуін байланыстырғыңыз келсе, тек қана жұмыс деп қана өмір сүрмей, мынау жұмыс жасап отырып, мынау еркін өмір сүруді байланыстырғыңыз келсе, мінекей, шынымен мынау Travorим компаниясы сіз үшін деп айтқым келеді. Байқуатты өмір сүргіңіз келе ме?
Траворим компаниясы сіз үшін саяхаттап жай ғана әлемді шарлағыңыз келе ме? Траворим компаниясы сіз үшін үнемдегіңіз келе ме қаражатыңызды? Траворим компаниясы сіз үшін дегім келеді. Демек, уақыт жетті. Дәл бүгін сіздің жаңа өміріңіздің бастамасы болсын дегім келеді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Бүгінгі ақпаратпен бөліскен мен Луиза Жанбекқызы. Қазір экранымды микрофондарыңызды қазір қосайын, көмектесіп жүріңізші. Траворим компаниясы туралы біраз сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Кім саяхаттап барып жүрген серіктестеріміз бар арасында, иә, тілектеріңізді, өздеріңіздің саяхат жасағандағы керемет бір мынау ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады, иә. Сондай бір бөліссеңіздер болады. Саяхаттаған кезде сіздер не ұттыңыздар саяхат жасап, иә, қандай мақсатқа жеттіңіздер саяхат жасап, қандай пайдасы болды, сонымен бөліссеңіздер болады. Мен енді өзіме келген пайдасын жаңа айтып өттім. Бала шағам үшін керемет пайдасы болды деп, өзім үшін, менің өзім де өмірімді осы саяхат арқылы өзгерткен адам болатынмын. Енді сіздер де бөліссеңіздер болады, сұрақтарыңыз болса қоя отырсаңыздар болады. Микрофондарыңызды қосулы. Саламатсыз ба, менде сұрақ. Тіркелген кезде, мысалы, мен $370 тіркелдім. Значит, менде платинум болып тұр ғой, сразу автомат $100 қосып беріп тұр, Иә. Енді маған айтты, бір аптадан кейін ашылады деді. Содан кейін мен сразу уже мен өзім кететін жерімді таңдай аламын ғой, сосын ол жерде мен, мысалы, күйеуіммен бірге барғым келетін болса, оған да бөлек тіркелу керек па, әлде не обязательно ма? Жоқ, бір аккаунт екі адамға. Болашақта жалпы Иә. күйеуімді тіркесем, да, мысалы, ол екі адам ала алады, мен екі адам ала аламын ба? Балалар үлкен адам ретінде саналатын шығар, или жастың категориясына байланысты бөле ма? Балалардың енді бұл жерге 18 жастан бастап, балалар кәмелеттік жасқа толғаннан бастап тіркеле алады. Енді бір аккаунт жаңа екі адамға, яғни демек сізге және қасыңыздағы адамыңызға, үлкен 18 жастағы балаңыз болса, ол кісіге де болады. Яғни, бұл жерде бір аккаунт екі адамға. Бұл жерде айта кетейін, жаңа бастапқыда сый сияпаты бар дедім, компанияның тегін демалыс, тегін қонақ үйде демалу. Оны сыйлыққа беріледі, Ол жерде екі адам, екі бала кіреді. Екі үлкен адам, екі бала, 12 жасқа дейін екі бала кіреді. Тағы бір сұрақ, как раз мен өз балам баласын алсам бола ма, или оның ата-анасын тіркеу керек па? Без разницы ма, или вообще екі бала, например, бір бала өзімдікі, бір баланы мен өзіммен бірге алып шығамын, көрсін деген мақсатпен. Жоқ, оның ешқандай, егер ата-анасы рұқсат беріп жатса, сізге шығара аласыз, әрине. Жарайды, рахмет. Кімнің баласы, ол жерде маңызды емес, алып шығуға болады, әрине. Тексермейтін, значит, только самолетқа не істеген кезде өзіміз аламыз. Шетел Байланыс дұрыс болмай тұр, даусыңыз естілмей кетті, кешіріңіз. шыққан кезде, мысалы, Европаға, Америкаға, например, шығатын болсақ, самолетті тоже скидкамен ала аламын ба? Бұл жерде ұшақ жатпайды. Бұл жерге қонақ үйлер, жаңағы мен айтып өткен дүниелер, круиздар, қонақ үйлер деген сияқты, автокөлікті жалға алу, ұшақты өзіміз жеке аламыз ұшақты. Қазіргі таңда енді ұшақ алуға әртүрлі источниктер дейді ғой, жерлер бар, үнемдейтін де жерлер бар, сол арқылы басқа жерлерден алуға болады. Бұл жерде де ұшақ бар, бірақ бағасының айырмашылығы ондай керемет емес. Сондықтан да өзіңізге ыңғайлы жерден ұшаққа билетті алуыңызға болады. Ұшақ кірмейді бұл жерге. Түсінікті ғой деймін, түсіндіңіз ба?
Иә, түсіндім, рахмет. Мхм. Өте керемет сұрақ, рахмет сізге. Сұрақтарыңыз болса сұраңыздар.